Ал Дидар, қош келдің. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Көргеніме қуаныштымын. Дидар, енді сразу айта кетейік, және көрермендерге, өзің білесің, подкасттардың түрі өте көп. Бірақ именно осы не дейді, құрылыс саласын, яғни стройкаға қатысты подкаст жоқ. Бірақ қойылатын сұрақ пен талқыланатын жаңағы тақырыптар өте көп. Көптен күткен осы. Неше түрлі подкасттарды көресің, TikToktан, YouTube'тан. Осы құрылыс стройка саласына подкастты көптен күтіп жүргем. Тұсаукесеріне келіп қалыппыз. Рахмет. Өте қуаныштымын, рахмет келгеніңе. Жалпы Дидар, өзім білем, сен Астана қаласында жұмыс атқарасың. Құрылыста именно немен жұмыспен айналысасың? Осы Астана қаласына келгенмен жарты жыл болды. Құрылыс саласының ішінде штукатурка, яғни қабырғаларды түзеумен айналысам. Жалпы өзім стройкамен, осы стройка барлығына түсінікті тіл ғой, құрылыс саласында істеп жүргенмен 10 жыл болды. Жалпы өзім Абай облысы Семей қаласынамын. TikTok'ым Абай стройгрупп деп тұрады, тіркеліп қойыңыздар. Достар, есімім Дидар. Кешір сөзім бөлдім. Шынымен де осы TikTok'қа кірсеңіздер, Абай стройм групп дейтін, сондай біздің Дидар дейтін бауырымыз сол каналды жүргізеді. Яғни өздеріңіз естігендей штукатуркамен айналысады. Өте маңызды тақырып, және былай айтатын болсақ, основа десек болады. Ремонттың основасы ғой. Өте маңызды рөл атқарады. Барлығы осы айналып келіп штукатуркаға келеді ғой. Дәл өзі. Ал Дидар, негізі жалпы 10 жыл болды дедің стройкада айналысатыныңа. Именно штукатуркамен қанша уақыт болды айналысып жүргеніңе? Штукатуркадан бастағанына 10 жыл болды. 10 жыл, прям штукатуркадан бастадым, шыға алмай жүрмін. Не деген опыт жатыр, тәжірибе жатыр мына жерде. Енді Астанада қанша жыл болды істеп жүргеніңе именно штукатурка? Астанаға міне келгеніме жарты жыл болды. Бірақ уже өзім жұмысымды көрсеттім. Халық білет деп ойлаймын. Аудиториям бар. TikTok'та көріп отыр, жұмысымды барлығын сол жаққа саламын. Осы TikTok'пен жүргіземіз барлығы. Керемет. Онда не дейді, сұрақтарға көшейік, Дидар, талқылап тастайық. Біраз не дейді, тек қана біздің емес. Көптің көкейінде жүрген ғой, иә. Дәл өзі. Так, Дидар, енді алғаш сұрақ. Әрине сен под ключ емес, именно сол штукатуркамен айналысасың. Соны сен заказчикпен договор отырасыңдар ма, договорға қол қоясыңдар ма, или қалай болады? Договор ол бізде болады, когда объем үлкен болады ғой. 3000 квадрат дейді, вот сол кезде договорға отыру керек. Себебі ол кезде үлкен риск болады. Например, саған заказчик ақша бере ма, или сен лақтырып кетесің. Например, договоры болған жерде бір-біріңді лақтыру болмайды. Сондықтан үлкен объемдарға аламыз, ал былай квартираларға договор ештеңе болмайды. Жарайды, квартира деп жатсың. Мысалы, егер 3 бөлмелі пәтерді алатын болсақ, мысалы 100 квадрат дейік, по полу. Ол жерде максимум қанша квадрат шығады? Так, по полу 100 квадрат болса, ол трехкомнатный ғой. Дәл өзі. Трехкомнатный қабырғамен где-то 250-дің үсті болады. Ол деген сөз жаңағы терезе есіктерді алып тастаған кезде ма? Например, кісілер көп қателеседі да, 100 квадрат дейді. Штукатурка ол по полу сізде 100 квадрат болса, біз штукатурка қабырғаны істейміз. Сондықтан қабырғаны толығымен санаймыз да, биіктігіне көбейтеміз. Есік, терезе біз істемеген жерлерімізді минусовать етеміз. Вот сол штукатурка қабырғамен есептеледі. Түсінікті, керемет. Мен ойымша да, жеке ойым, бір бөлім емес, жалпы бір пәтерге именно штукатуркаға ары барса бір ай уақыт алатын, либо бір айға да жетпейді ол негізі, қателеспесем. Негізі шамамен, например, трехкомнатный дейік, біз шамамен 15 күн деп грубо аламыз да, запаспен. Потому что ертеңгі күні 15 күнде сен бітіре алмай, сен 15 күн деп айттың ғой деп келіспеушіліктер болмау үшін запаспен аламыз. Негізі, может, 10 күн, 11 күн солай бітіріп қоюға болады. 10-11 күнге договор не стоит дейсің ғой? Договор не стоит. Все, түсінікті. Енді Дидар, қара, екінші сұрақ, жарайды келістің жаңағы заказчикпен қол тастасы, былай қол берісіп дейміз ғой. Енді қара, бір маңызды вопрос бар да, ол спорный вопрос. Көбісі спорласады, мысалы қазір көрермендерді көріп отыр, өз ойларыңызды достар комментарияға жазып кетіңіздер осы сұраққа қатысты. Бұл сұрақ мынандай: мысалы осы строительный материалдарды осы подъездге дейін алып келеді газель, оны үйге дейін көтеріп алу, ол сенің міндетің ба, мастер ретінде, немесе заказчик өзі жаңа грузчик жалдап өзі алып шығу керек па? Так, бұл енді спорный момент. Например, ең басында стройканы бастап жүрген кезде мен өзім шығаратын тұғым. Ол жерде мен өзім шығардым, мен уақытым кетті, денсаулығым кетті. Сондай болды. Ал қазір түп келген кезде, например, ол грузчиктер деген бар. Ол істің маманы ғой, былай айтқан кезде. Подъезден келеді, яғни грузчиктер жалдайды. Мен өз басым хозяинмен келіскен кезде ең басында келісіп аламын.
материалды прямой грузчиктермен бірге квартираға дейін деп. Ал ең басында ашпағаннан кейін ортасында уже ол қате болады. Яғни сен басында айтып аласың. Басында айтып аласың. Бірақ кейбір моментте мынандай болады. Мысалы мен заказчик ретінде қарастыратын болсақ, жұмыс саған керек қой, мысалы. Жұмыс саған керек. Онда алып шықпайсың ба өзің? Например, мен специалистпін. Менің мамандығым штукатурка. Ал оны материалды тасудың өз мамандары бар. Например, грузчиктер дейді ғой. Мысалға лифтіге кіріп қалсаң, грузчик, штукатурщик деп жазылып тұрады. Сондықтан әрістің өз маманы істеген дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан ол грузчиктердің жұмысы. Негізі шыны керек бұл жауаппен мен де келісемін. Онда өзімде штукатуркамен айналысып келдім осынша жылдан бері. Екі момент мені түсіндірді. Бірінші момент, әрине тасып тастайсың, мен 150 қаптам тасқаным бар, тасқан уақыттар болған. Біраз күшің кетіп қалады анаған. И сол жаңа қалған күшіңмен жаңағы үйдің геометриясы, диагоналын шығару, жалпы мына ойды жинақтау өте әсерін тигізеді екен. Өте әсерін тигізеді. Сонымен келісесің бе сен? Уақытында өтеді біріншіден. Ұзақ уақытың кетіп қалады, уже сен ана жерде геометрия, штукатуркаға уже миың қорытпай қалады ғой былайша айтқанда. Сондықтан әр істің өз маманы істеген дұрыс деп ойлаймын. Менің жеке пікірім. Болды. Негізі өзіңде байқаған болсаң, көбісі солай айтады негізі. Жігіттер енді не дейді, қалай айтсам болады, енді жұмысты алдыңдар, до конца істеңдер. Мысалы қап келіп тұр, мен қайдан табам грузчик, оған отдельно төлеймін ба? Жаңа сен айтқандай басында келіскен дұрыс болады деген достар. Егер солай келісім болып жатса, мысалы наливной құйсаңыз да кафель, жаңа гипсокартон болсын, мысалы Дидардың айтып жатқандай, басында келіскен дұрыс болады. Яғни грузчиктің услугасын мен жасамаймын деген сияқты. Дұрыс па, Дидар? Дұрыс. Мысалға мынандай жағдай болып қалады. Мысалы трехкомнатныйға біз 100 мешокпен кіреміз, қабырғаларды лазермен тексереміз, 100 мешокты грузчик алып келіп берді, штукатурка бітейін деп жатыр. Мысалға 10 мешок дейік, 10 мешок жетпей қалды, хозяинге тапсырыс бересің, газермен алып келеді. Сондай кезде біз өзіміздің қателігімізді, что біз толығымен бермедік, сондай кезде біз алып өзіміз кіргізе саламыз. Онда тұрған ештеңке жоқ. Мысалы 10 мешок, 15 мешок, сондай кездерде біз өзіміз кіргізе саламыз. Ал бастапқыда бірден айтамыз, грузчиктер кіргізу керек. Мен ойымша, грузчик бірге бәрі кіреді қай жағдайда, егер под ключ келісетін болса адамдар. Мен ойымша бір 70-80% сондай көрдім мастерлер. Мысалы айтады, под ключ келісілгеннен кейін оның ішіне уже бәрі кіреді. Жаңағы материалды көтеріп алу, мусорды шығарып тастау, ары бері тасу деген сияқты. Ол кезде уже по полу алады, көрдіңіз, по полу алғаннан кейін барлығы кіреді деп ойлаймын. Түсінікті. Достар, енді бұл сұрақтың толықтай болмаса да бір шет жағасын талқылап, бір өзімізше шештік деп ойлаймын ол мәселені. Енді сіздерден күтеміз жауап, өз ойларыңызды комментария жазсаңыздар, қалай дұрыс негізі, қалай істегенде дұрыс болады, соны күтеміз. Сіздер қалай істеп жатырсыздар дегендей ғой. Дәл өзі. Онда келесі сұрақ, Дидар, мысалы көп мастерлер, енді мысалы определенный өзің бағаң бар. Мысалы келесі сұраққа қатысты, мысалы сен мынанша квадраты мынанша теңгеден деп айтасың штукатуркаңның. Бірақ арзанға келісетіндер бар. Мысалы ол былай айтқан кезде көпшілік айтады, бағаны төменге түсіріп тастады дейді көбісі. Бағаны сындырды, өзінің тілден айтқан. Бағаны сындырып тастады дейді. Оларға қалай қарайды? Мысалы ретінде олар оны қорыққаннан істей ме, әлде тәжірибе жоқ болғандықтан келісе сала ма? Жарайды деп арзанға. Мен өзім жеке ойым, арзанға кімдер істейді? Арзанға істейтін кісілер өз ісінің маманы емес, стройка саласына кірді, штукатурканы істейін ба, немесе кафельді бастайын ба деп өз ісін толығымен білмейтіндер арзанға істейді. Хозяиндар сол, например, мен бағам 3000 болса, міне 3000-нан жасаймын, Астана қаласы бойынша 3000-нан болсам, сразу айтпайын десе. Сразу айтпайын. 3000-нан болсам, арзанға істейтіндердің бағасы 2,5 болады. Разница 500 теңге. Сол 500 теңгеге қызығып арзанға істетеді. Істеткеннен кейін қабырғалар 90 градус шықпайды, уровень шықпайды. Олар істеп кеткеннен кейін өздері тексереді. Сол кезде двойная работа дейді ғой. Қисық қабырғаны қайтадан түзеу керек болады. Мебельщиктер келіп 90 сұраған кезде, сол кезде бізге хабарласады. Ал ол кезде уже біз переделка дейді ғой, переделканы алмаймыз. Сондықтан 500 теңгеге қарамай,
өз ісінің маманын алса сол дұрыс деп ойлаймын. Яғни сен айтпақшы болғаның нағыз маман мен жаңағы енді кіріп келе жатқан новичок немесе жылдам ақша істеп кетейін дейтіндердің разница 500 теңгеде болып тұр ғой. Иә, сол 500 теңге роль атқарып тұрған, қарап тұрған. А былай қарасаң, ол двойная работа дейді ғой, екі есе шығын кетеді да. 500 теңгеге қарайын деп екі есе шығын. Сондықтан, например, строитель дейді ғой, мастерлар келген кезде өзі көрінеді, инструментмен келеді, как положено. Ал 2,5-ға істеген кезде ол көріп жатырық қой, двойная работа, ол не пойдет деп ойлаймын. Жалпы менің ойымша, мысалы, адамның еңбегі, жеке ойым достар, саудаланбау керек деп ойлаймын негізі. Мысалға мен келсем, объектіге барамын, бірден айтамын, бағам 3.000-нан. Ал ол кезде уже 2700-ден, 2800-ден істеп берші деп бағаны сындыра бастаса, бірден отказ беремін. Себебі мен киім сатып тұрған жоқпын. Мысалы, бір нәрсенің үстінен пайда көріп тұрған жоқпын. Ол жерде таза еңбегім да, әркім өз істеп жүрген қызметін, өз еңбегін біледі деп ойлаймын. Сондықтан егерде уже бағаны сындырды ма, 100 теңге болсын мысалы. Ол қарап тұрса мен үшін 100 теңге роль атқармайды. Ал ол жерде уже басынан дұрыс келіспегендіктен дұрыс ары қарай да дұрыс жүрмейді. Сондықтан бірден отказ беремін. Әркім өз бағасына сай жұмыс атқарады деп ойлаймын. Сосын көрдің бе, TikTokта бір видеолар хит болып жүрді ғой, енді біздің өзіміздің қазақ бауырлар қойып жатады. Мысалы сен егер орыс мастер келсе, орыстарды, сенімен саудаласпайды ол дейді да. Саған мына баға дейді, болды сен бітті дейді, келісесің дейді. Бірақ өзіміздің мысалы қазақтар келетін болса да, мысалы ол кезде қазақпыз ғой. Иә, қазақпыз ғой. Соған қалай қарайсың өз ойың? Білмеймін, мысалға орыстарға бірден келіседі, ал қазақтарға неге бағаны сындырады деген өзім ойым да. Наоборот, қазақпыз ғой, үстіне 100 теңге қосып берейін десе, ондай жағдайлар болмаған енді. Сондай жағдайлар болса қуанып қаласың да. Мен ойымша бұл жерде даже неде емес, білмеймін, енді шынымен былай қарайтын болсақ, көп саудаласпайды. Мысалы олар келеді, вот за квадратуру стандартная цена дейді. Стандартная цена, вот столько дейді, болды. Анамен үндемей қаласың, значит солай болу керек екен деп. Ол немен связан? Ол біздің осы қазақ мастерлерге ол сенбеушілікте ме, әлде олармен саудаласуға болады дегенде ме? Немен связан деп ойлайсыз? Адамдардың ойы, психологиясы жаңағы заказчиктің жалпы. Білмеймін, енді өз ойым сол сауда деп ойлап қалу мүмкін да, бұл жерде сауда емес қой. Бұл жерде еңбек, адал еңбек, әркім өз еңбегін біледі. Сондықтан еңбекті бағалау керек. Орыстарға қалай қарасаңдар, қазақтарға да солай қарау керек. Бізде айту керекпіз ғой, окончательно мынанша деп, достар ескеретін жайт, бұл жерде ешқандай ұлтшылық ондай емес, просто TikTokта көрген шығарсыздар өздеріңізде, сондай трендте жүреді. Видеозвуктар ғой. Видеозвуктар былай айтатын саламыз ғой. Рекқа шығады ғой сондайлармен салса. Солай істеген кезде. Солай істесең бірден рекқа шығады. Керемет. Жақсы өтеді. Енді қара, кім Дидар, өзімізде осы сфераны бастаудан алдым, мысалы штукатурка басқа ойланады да адам, стройкамен жарайды айналсам, бірақ именно қайсы не дейді, направление дейді ғой, мысалы кафельщик па, гипсокартонщик па, жаңағы штукатурщик па, қайсысы табыстылау, яғни қайсы көп ақша табуға болады. Қарапайым тілмен айтқан болғанда, қалай айына миллионнан жоғары осы стройка саласында табуға болады. Мысалға енді мен өз мнением қазіргі кезде мебельщиктар жақсы тауып жүр. Мебельщиктер ма? Мен өз ойым. Штукатурка бітеміз, біткеннен кейін мебельщиктар енді келіп өлшейді ғой. Прихожийім бар, кухонный гарнитурым бар, детскийім бар, төсектерім бар, в общем, 3 миллион үстінде есепте кетеді ғой. Бағалар өте тамаша. Мебельщиктар жақсы тауып жатыр негізі. Мебельщик болу керек. Бірақ өзің естіген бар шығар, Астанада кішкене сондай проблематичный мәселе мебельщиктерде. Енді көбісі аванс алады и жоқ болып кетеді дейді. Кидал ғой. Мысалы аванс қойғанда прям кәдімгі 50% алады, мысалы 1,5 миллион, 2 миллион алып деген сияқты. Соған қалай қарайсың? Олар солай аванспен істейді, 50%, 30%. Мен ойлаймын, например, қазір біз TikTokпен жүргіземіз ғой. Қазір TikTok жақсы болды, например, мен TikTokын жүргіземін, мен жұмысымды көреді, прямой бағалайды, прямой эфирлар салам, мен жұмысымды көріп отырады. Мен лақтыру мүмкін емес та, мен лақтырған жағдайда да мен лицом анда бар. Сондықтан мен ойлаймын, белгілі былай сенімді, қазір TikTok, Instagram жарып отыр ғой, сол жақтан қарап,
сол жақтан жұмыстарын көріп сенімді мастерлармен жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Яғни сенің ойың бойынша бұл жерде мебельмен айналысатын болса, Иә. Жұмысын көру керек қой, тиктоктан болсын, инстаграмнан болсын, қазір барлық жұмысын сонда салады ғой. мысалы қара, жарайды мебель. Кафельщикке өткенде звондадым. Біздің объектіге кафельщик керек болды. Топ, прям 45 углмен эпоксидка жағып, стиктерін кәдімгі фугамен емес. Квадрат метрі 15 мыңнан деді. 15 мың теңге. Енді бір санузелде қанша квадрат шығады? 30 квадрат дейікші. Шамамен. Жоқ дегенде 30 Қабырғам бар, квадрат. полым бар. Бір пәтерде мысалы, в основном 2 санузел болады, 60 квадрат. Енді ол да біраз сумаға шығып баратыр негізінде. 2 санузелім бар, фартугым бар, прихожийім бар. Полдарға еще қояды. Полын қосады, оның барлығын кафельщиктер жасайды. Бірталай квадрат шығады ғой, кафельщиктерде. Одан бөлек гипсокартонщиктер. Гипсокартонщиктерде әсіресе потолок жасайтындар, мысалы трек, шинотрек бар, басқасы бар, сол жынысында парящий потолоктар бар, бағасы өте жоғары айтып тұр. Бірақ мен сол кісімен сөйлескенде, мен белгілеп кетемін, достар, өте мықты мастер, қателесім ГКЛ Астана деп қойған, сол жігітті белгілеймін, өте топ мастерлер. Бір түсінген бойынша, ол кісілердің бағасын естіген кезде маған жоғары болып көрінді, және заказчикке де былай айтатын болсақ, но атқарған жұмыстары как будто соған лайықты да. Атқарған жұмыстары және уақытылы да сондай болады ғой. Бір квартираға кірдім, потологын істедім. Ол да ұзақ уақыт алады. Бір айдан кем алмайды ғой уақыт. Соответственно, алатын бағалары да сондай болады. Ақшалары да жақсы, жұмыстары жақсы. Және айтып кеткендей сол аккаунтты қарап, жұмысын бәрін қарап, солай қазір ремонтчиктарды солай тапқан дұрыс деп ойлаймын, жеке пікірім. То есть жұмысына қарап тапқан дұрыс деп жатсың ғой? Иә, жұмысына қарап, например, ол жұмысына сай бағасы да сондай болады ғой. 15 мың деп жатсыз, значит, оның жұмысы жақсы. 10 мыңнан жасайтындар бар, 7 мыңнан жасайтындар бар, значит, жұмысы соответственно сондай болады. Мысалы, көп жағдайда енді соған тереңірек үңілсек, мысалы, жұмысыңды көрсет дейді. Сен бір объектің бар ма дейді. Мысалы, егер үлгеріп жатсаң, енді бітірген объектін көрсетесің. Үлгермесең, ол любом случае, как минимум, ол жерде сен, егер штукатурка істеп кетсең, уже бетінде шпаклевка жатқан болады. И қалай оны көруге болады, тексеруге болады? Ондай жағдайлар көп кездеседі, например, жазады, звондайды, жұмысыңды көрсем болады ма дейді. Ол деген, ол сен жұмысыңды көріп, сен ана жерде жұмысың қалай жүріп жатыр, таза ма, лас па, инструменттарын қалай жатыр, өзі содан да көруге болады. Адам жұмысы қалай жүретін, инструментінен нақ білуге болады. Бағана айтып кеткендей, ол толығымен инструменттары болады, ол таза болады. Например, маған звондаған кезде мен бірден келсем. Қазір объектіде болсам да, болмасам да апарып, бірден көрсетем. И айтам, 2 метрлік уровень, 90 градусыңызды, 3 метрлік правилаңызды алып келе беріңіз, без проблем. Және де бұл деген мен өзіме сенімдімін. Келеді, көреді, өзін көрсетемін. Например, кейбір кісі болады, ремонттан қақпайтын кісілер. Әйел адамдар болуы мүмкін. Ол кісілер білмейді да. Көбісі лақтырып кетеді ғой енді. Тілінде айтқан кезде құлақтан келіп кетеді. Одан кейбіреулермен ренжіседі. Сондықтан мен өзім бірден көрсетемін. Міне мына жерде сізде кухонный гарнитур тұрады, мына жерде мебель тұрады, міне 90 градус дегендей. И көрсеткеннен кейін сол жерде бірден, например, жұмысын ұнаса сізге сол жерде задатығын береді. Немесе бронь жасайды. Мысалы, мен броньмен жұмыс жасаймын. Бронь жасап, бірден келісіп кетеді. Мен өз басымда солай. Мен практикамда. Бірден шақырам, жұмыс орнымды көрсетемін, қабырғамды көрсетемін. Солай істеген дұрыс деп ойлаймын. Керемет. Достар, енді егер нақтылап кететін болсақ, Дидардың айтып жатқаны, сол мебель саласы, әрине шынымен де ол табысты жұмыс, негізі, бірақ жауапкершілікте өте жоғары. Жауапкершілік өте жоғары. Одан бөлек тағы да айта кететін жайт, мысалы гипсокартонщик, әсіресе потолок істейтін болса, перегородочныйлар бар, там шумоизоляция, звукоизоляция, жаңағы теплоизоляциялар бар. Жұмыстары өте қымбат негізі ол. Сосын кафельщик, мен білетінім. Наливной пол және Дидардың сол штукатуркамен айналысам. Мен де штукатуркамен айналысам негізі. Осы жұмыста өте табысты жұмыс негізінде. Қосарың бар ма, Дидар? Ойланбай айына миллион табатын емес қой. Негізі енді өзім, например, жұмыс бар. Көп ойлайды, стройка, қашан барасың, қашан келесің, өзің білесің, өзіне бастықсың деп ойлайды. Бірақ ол қате мнение деп ойлаймын да. Например, стройка болса да, ол жерде как госорганда істейді ғой, 8-ден 6-ға дейін, например. Мен өз басым солай істеймін да, 8-де кірдім. Например, 6-7-ге дейін істейсің. Вот сол кезде сенде результат болады. Сол кезде айына, мен өзім тиктокыма салам, айына қалай миллион табу керек. Например, сол кезде айына миллион табуға болады.
А былай қашан келдің, мысалы 11-де келдің, 4-5-те қайтып кеттің деген болса, ондай жағдайда лучше сен ар жақта айлыққа істеген дұрыс та. Иә. Көбісі қазір солай істейді ғой, 11-де келіп ертерек қайтып кетеді. Лучше сен қиналып стройкада жүргенше лучше айлыққа істеген дұрыс. Бірақ бір момент бар. Енді Астана қаласында сондай будний күндері мысалға сағат жұмысты 10-нан бастау керек дейді. Заң бойынша негізі нешеден бастап нешеде бітіру керек? Хабарың бар ма? Енді біз өзіміз істеп жүрміз, суббота, воскресенье, яғни демалыс күндері как положено 10-да басталынады. Себебі өзіңді ғана ойламайсың ғой. Иә, дәл. Осы органда істейтін және жұмыстар бар. Мен жолдасым государственный жұмыста істейді. Мысалға айтқанда, жұмыс ауыр деген сияқты олар. Иә. Сондықтан 10-да бастап, как положено, заң қалай, заң барлығымызға бірдей деп ойлаймын. Яғни оларға да тыныштық керек. Тыныштық керек, демалу керек, бір-бірімізді түсіну. Керемет. Келесі сұрақ өте маңызды сұрақ, Дидар. Неге маңызды сұрақ? Әсіресе заказчик жақтан келеді ол. Енді қара, мынандай сұрақ. Арзан строй материалмен де жақсы сапалы жұмыс шығаруға бола ма? Арзан строй материалдармен. Так, білмеймін, өз басым арзанмен жұмыс жасамаймын. Мүлдем жасап көрмегесің ба или мүлдем жасамайсың ба? Жасамаймын. Бірден материалды айтамын, қандай материалмен заказ жасаймын. Мысалға неге деген сұрақ туады, бағасы қымбат болсын, түсіндіремін заказчикке. Себебі мысалға қараңыз, сіз 30-40 миллион жоқ дегенде квартира аласыз, черновой вариантта новый, сіз ол жерге, например, 500-300 мың аяп қалсаңыз, ертеңгі күні 1-2 жылдан кейін құлап жатса, обал ғой. Сондықтан бірден ол жерде 300-400 мыңды аямай, жақсы мастер тауып, өте жақсы материалмен жұмыс жасаған дұрыс деп ойлаймын. Керемет. Негізі осы жаңа тәжірибең бойынша, осы өмірлік келе жатқан штукатуркамен айналысып келеді. Арзан материалдармен жұмыс жасап көрдің бе негізі? Тәжірибеде болды ма жалпы? Тәжірибеде болмады. Ондай болған жоқ. Себебі неге? Мен стройкаға келдім, әкем үйретті. Себебі әкем арзан материалмен жасамайды. Оның жұмысы да, сапасы да, барлығы жоғарғы деңгейде болу керек деп үйреткен. Солай үйретті, қазір біз солай кеттік қой. Зато шүкір осы күнге дейін бірде рет заказчик ренжіп, Дидар мынау құлап қалды, Дидар мынау трещина берді деген ондай жағдай болмаған. Материал роль атқарады ғой. Керемет. Жалпы қазір қандай материалмен қолданып жүрсің? Қазір біз енді бастадық, Қазақстанға енді келіп жатыр, Эларон деген. Өзіміз практиканы өткізіп жатырмыз. Тамаша. Ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Штукатуркасы Эларон ма? Штукатуркасы жақсы. Енді айта кетерлік, трещина бермейді. Біз кейбір материалдар беріп қалады енді трещина. Ал бұда трещина жоқ. Сол айтып. Керемет. Бұл сұраққа неге маңызды дедім, себебі өзің байқасаң, менде тәжірибеде болған. Өте арзан материал. Действительно, енді ана кісінің мысалға мастерге ақша жетсе үйге, бірақ материалға жетпей қалады, либо басқа нәрсе. Соның үшін экономдай бастайды. Сол кезде мынандай моменттер де болған. Арзан материалдың сапасыздығын және жаңа сен айтқандай трещина береді, түсіп қалатынын мастердің мойнына іледі көбісі. Яғни сен арзан материалдан былай айтатын болса гүл қылып шығарып беруің керек деп айтады да. Сондай жауапкершілік қой. Соған қалай қарайсың? Ондай болды мен. Мысалға мен Эларон Қазақстанға енді келді ғой. Бұған дейін Alinex фирмасымен істедім. Бағасы жоғары, сапасы да жоғары. Соны заказ бердім. Бірақ заказчик ар жаққа барған кезде одан төмен бағада айтпай қойын енді. Төмен бағасы төмен материалды алып келді. Мен бірден ескерттім, бұл мен жұмыс жасаған кезде микротрещиналар береді деп. Без проблем істей бер деді. Істеп болдық, и болғаннан кейін соответственно микротрещина берді. Заказчик көрді енді. Маған айтпақшы болды, бірақ мен ескерттім, мен сізге алдында ескерткен болатын. Сондықтан айтпағым келгелі жоғарғы сападағы материалмен жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Бірден басын ашқан дұрыс қой. Сонда айтпақшы едім, менде негізі басында келісіп алу. Егер мысалы именно штукатуркаға қатысты мынандай материалдар бар, класснаға бөліп, килограмм мынандай деп, бірақ сапасы мынандай. Егер мынаны алатын болсақ, жауапкершілік уже менде емес, сенде болады. Бірден ескерту керек. Бірден басында айтылу керек. Өте керемет. Осы әр заказчиктің былай айтатын болсақ, клиенттің келіп іске араласуы, ол мысалға да, ол өзің қалай араласың, ол көмектесу ме, әлде сенімсіздік пе мастерге деген. Мысалы сен келістің, ертесінде материалдар түсірілді, сен жұмысты бастап жатсың да, уже кеп басынан қарап тұр былай, не істеп жатыр деп, ол қалай қарайсың? Ондай жағдай болған енді. Бастапқыда ойлаймын, ол сенімсіздік деймін да. Мысалы сен енді кірдің, сен жұмысын білмей көргісі келеді да, сен қалай. Ал егерде сол жерде өз-өзіңді көрсетіп, өзің жұмыс барысын,
минустарын мысалға мен кірем, хозяин келді, заказчик келді, қабырғасын көрсетемін. Допустим, қисық болса бірден көрсетемін, міне қараңыз, қабырғаңыз осындай, осыншама толщинада қисық. Хозяин түсінеді, көреді, бірден түсінеді, что мен бірден айтқаныңызда өзінің маман екенін бірден түсінеді де, содан кейін түсіндіріп айтқаннан кейін мен өз басымда заказчик мүлдем жоламайды. Уже сен өзің іспен дәлелдеген кезде ол жоламайды деп ойлаймын. Енді мысалы қара, мен заказчикпін да, Дидар, сен мен үйімді бастайын деп жатсың, мен елестетемін, мен осыншама ақша бөлдім, материалды пәленбай сатып алдым, 500 мың 600 мың кетті. Вдруг мысалға бастады и не то басталып кетсе, может бәрі қор болады деген қорқыныш болуы мүмкін. И мен барсам сол кезде мысалға, сенде қандай реакция болады жеке өзіңде мысалы? Білмеймін, так. Ондай жағдай болмады. Болмады ма? Болатын болса, не істейтін едің мысалға? Енді мен де түсін, мен заказчикпін, мен ақша кетіріп жатырмын, ақша салып жатырмыз. И мен қалаймын үйім әдемі, четко шығуым бар ғой. Енді келіп жатса, енді көрсететін едім, ақшасы қайда кетіп жатыр, қандай процесста, ақшасы кеткеннен кейін қандай жағдайлар орын алатын. Қисық қабырғаны түземесе, мен өз саламда қисық қабырғаны түзеп, ақша кетірмесе, ертеңгі күні мебель тұрады, натяжной істелінеді, қарапайым плинт үстін өзін қойған кезде подмаяк жасалмаған штукатурка үстінен шел көрінсе, ол да дұрыс емес. Оның барлығын бірден ескертіп, сол айтқаннан кейін маған өз басым жоламайсың. Негізі көп байқадым, егер заказчик, үйдің иесі мастердің басында тұратын болса, просто қанша мың мастер жақсы болсын, жұмысы жүрмей қалады. Қол жүрмей қалады. Сонымен келісесіз ме? Ол бастапқыда енді новичок болып істеп жүрген кезде солай болатын. Қасына қарап тұрып, мынау не екен, мынау былай деп сұрақтар қойса. Ең басында біраз қол жүрмей, қайта-қайта қарап сөйтетінбіз, ал қазір уже 10 жыл уақыт етті. Уже үйреніп алдық та, сұрақ қояды, бірден жауап беріп істей бересің. Мән бермейсің ғой. Себебі өз ісіңді біліп тұрсың да. Уже бізде солай. Демек бұл жерде достар, қалай айтсақ болады, бұл да бір қарайтын болсақ, енді ешкім айтпайды әрине. Плюс жағын алу керек қой. Негіз плюс жағын алу керек, бірақ енді басында ешкім енді ыңғайсыз болады. Мысалы, сіз ертең келіп мен басымда тұрмай істеп ешкім айтамайды мысалы. Енді ол анау заказчықтың сана сезіміне байланысты, қаншалықты не керегіне. Заказчиктер көріп жатса, құлақтарына алтын сырға дейсің. Достар, егер сондай жағдай болып жатса, мен ойымша қысылмай, егер сізге кедергі болып жатса, мысалы сіз мастер ретінде кедергі болса, ыңғайсыз болып жатса, бір ауыз айтсаңыздар болады. Мысалы, ең болмағанда бір 3-4 күн өту керек. 3-4 күнде бір бөлме, бір жұмыс көрінеді ғой. Сол кезде ойлаймын, келсе мысалы қара десе. Егер де ыңғайсызданып жатса айтқан дұрыс қой. Қолың жүрмей жатса, жұмыс жүрмей жатса, неге айтпасқа. Дәл өзі. Керемет. Онда келесі сұраққа өтеміз ба? Бұл енді жаңағы айтып кетті, жоғарыда айтып кеттік, еңбекпен, адам еңбегімен көбінесе саудаласуға болмайды дейді. Бірақ мынандай сұрақтар болады. Егер сен жаңа бағаны келіспей жатса, мысалы сен 3000 теңгеден деп жатсың квадратына. Жоқ, 2 жарымнан істеп бер, 2000-нан, ой, мен көршім істеп берді, 2000 істеп береді, анаған айтсам мынанша істеп береді деген. Бар деген сөз. Соны таныс бар. Қалай ойлайсың, ол былай манипуляция ма, былай ойната ма адамдар, или әлде ол шынымен айтып тұра ма, ол бар деген сияқты. Бірақ бар болған күннің өзіне не үшін саған жолығып тұр мысалы деген сұрақ туындайды. Бір жағынан ойлайсың, баға сындырғысы келе ма деп. Бір жағынан мүмкін танысы бар шығар да, арзанға істейтін. Мысалы туысы болуы мүмкін. Шынымен де болуы мүмкін. Болуы мүмкін. Ол арзанға істейді, ол жерде гарантия жоқ та, 100% әдемі, идеально, біздің сөзбен айтқанда, идеально істейтіндей гарантия жоқ. Ол жерде тағы да айта кетерлік, танысын, туысын арзанға істесе, ол жерде двойная работа болмайтын ешкім кепілдік жоқ та. Ол жерде уже 500 квадратный 500 мың теңгені аяйын деп, екесе заработу, екесе төлейсің, и материалға да шығынды. Ол жерде ең бір неме айта кетерлік, ол жерде уақытын жоғалтасың. Осы ремонт уақытпен ғой, уақытпен келеді, уақыт кетеді, нерв кетеді, қаражат кетеді. Сондықтан әдемі өзінің маманы мастерларды алып, ақшасын беріп, аямай беріп, 3000-нан болса 3200-ден беріп, тапсырып, содан кейін уже тексеріп алған кезде келсе болады. Ол жерде уақытпен де жылдам болады, и жұмыс барысы жүруде жылдам деп. Например, мысалға айтайын да. Өзім 3 бөлмелі квартираға келдім. Ол жерде жұмыстар енді басталып жатты, сантехника, электрика. Жүрген электрик уақыт созғанда.
бірақ жұмысы бітті. И мен келдім, жұмысымды түсіндірдім, қандай материал кететінін барлығын түсіндірдім. И уже ертеңгісін бірден бастайын дедім. Заказчик таңғалып қалды, бірден ба деп. Ода ондай жағдай болғанда материалды берді. Мастер тосты, 2 күн тосты, 3 күн тосты. В общем, ремонты жүрмеген да. И мен келдім, уже ертеңде бастап кеттім. Бүрсі күні уже результат, моя лентамды көрсеттім. Хозяин айтқан сөзі да. Сіз келіп едіңіз, үй нұрланды дейді да, уже жұмыс жүре бастады. Риза, әйел адам ғой. Иә. Әйел адам болған кезде уже түсіндіріп айтқан дұрыс деп ойлаймын. Білмейді да, ештеңе білмейді. Ал ер адам болса бірдеңе біледі ғой. Уровень правила деген болса. Сонда ана кісі айтады да, уже жұмыс жүріп, настроением көтерілді ғой дейді да. Иә. Өзіне приятно болып қалады екен. Енді қара, Дидар, осыған келесі сұрақ осыған қатысты еді негізі. Енді өзің әңгімені не дейді, ұшын аштың, былай айтатын болсақ. Жалпы стройкада жұмыс істеп, пәтерде ремонт жүріп жатқан кезде тазалық қаншалықты маңызды? Өзіңнің объектіңді таза ұстау. Объектіңді таза ұстаудан бұрын инструментін таза ұстау керек деп ойлаймын. Например, лас, кір инструментпен идеальный қабырға шығаруға келмейді. Ал объектің таза болса, болды, мысалы заказчик келді, объектің таза материалын әдемі тұр, қабырғаны түзу, риза болады да, мысалы көңілден шығады. Ал сен жұмысыңды бітірдің, бірақ ішінде мусор шашылып жатыр, лас, мешоктар шашылып жатыр, ал ол жерде сен жұмысың көрінбейді. Қабырғаның түзу болғаннан пайда жоқ деп ойлаймын. Мысалы өзің қабырғаны түзедің, полыңды сонымен қоса өзінің шашқан затыңды жинап, бір бұрышқа қойып көрсетсең, әдемі көрінеді да, істеген жұмысың и тазалық. Стройка тазалықпен бірден связаны ғой. Енді қара, мен басқа мастердің ойымен, кәсібімен кішігірім спорласам енді. Бәрібір күнімен шашылады. Енді бір 2-3 күнде бір рет жинасақ болады ғой, мысалы. Күнде жинай бергеннен көрі. Шашылады. Мысалы, мен поэтапно істеймін да. Мен заказчикке де ескертемін. Мысалы, мен алдында электриктар істеп кетеді. Электриктар істеп кетті, өзінің шашқан заттарын, материалын, мусорын бірден жинап кету керек. И мен заказчикке ескертемін, мен кірдім сізге. Қазір мен таза күйінде қабылдап алдым. Мен кеткеннен кейін де осындай тазалық болу керек. Мен қазір істеп кетемін. Менен кейін, мысалы, кім келеді? Кафельщик болсын, кафельщик кетеді. Істеп кеткеннен кейін де осындай тазалықта қабыл алыңыз. И, соответственно, жұмыста жүреді, іші де таза. Приятно да, былайша айтқан кезде. Тазалық маңызды ғой. Іші таза болса, например, инструменттің қай жерде жатқанын да білесің де. Негізі. TikTok'та приколдар бар ғой. Қандай? Былай бір шпателін іздеп жүреді, ана жерде мусор, бардак жатса, бір бұрышта жатыр. Іші таза болса, уже көрінеді. Сразу, қай инструменттің қай жерде тұрғаны. Керемет. Негізі бағана сөзбен келісем, достар, жаңағы Дидарды айтып кетті. Жалпы жұмыс орныңыз таза болса, мынау жасаған жұмысыңыз адам көзіне көрінеді екен. Ол негіз шындық екен. Бізде мастерміз, бізде істеп жүрдік осынша уақыттан бері. Бірақ адамның реакциясы жаңағы кіріп келген кезде, заказчик кіріп келеді ғой, тап-таза аккуратно бірінші соған назар аударады. Сосын жұмысыңыз уже оған автоматически уже жақсы көріне бастайды екен. Көрінеді, Онымен келісем. Бұрышын қырланып 90 градус шығып, іші лас болып жатса, онда уже неприятно. Жұмысың көрінбейді. Мына моментте сен сонда заказчикпен сөйлесесің бе? Мысалы, сенен басқа электрик келеді, сантехник келеді, жаңағы штраф ететін переделка жасайтындар келеді. Ол мен өз тәжірибемді. Мысалға, мен лично солай істеймін. Мен кірдім, мен ескертемін, іші таза болу керек. Материалдар кіріп тұру керек. Ал менен кеткеннен де мен өзім үшін солай таза қылдырып беремін. Жұмыс жақсы жүреді да, былайша айтқан кезде, іші лас, анау инструменттарын іздеп, бардак болып жатса, онда неприятно. Бұл мен жеке пікірім, енді басқалар қалай істейді, ол 100% білмеймін. Достар, бұл Дидар өте жақсы байқап кетті. Біз бұл жерде біреу мынандай, біреу анандай емес. Просто жеке пікірім. Мен жалпы ойымша, Дидар, келісесің деп ойлаймын. Бүкіл строительдер Қазақстандағы бір-бірін қолдау керек деп ойлаймын. Қолдау керек. Поддержка беріп, тәжірибемен бөлісіп. Мысалы, менің білмейтін көп нәрсем бар. Егер маған келіп үйретсем, мынаны былай істейді десем, мен қуана қабылдаймын оны. Мысалы, тура солай қазір достар бізде бөлісіп жатқан себебіміз жаңағы өз көзімізбен көрдік, осы тәжірибе бойынша айтып жатыр. Тазалық болса объектіде, оны заказчик өте қуана қабылдайды. Яғни сіздің жұмысыңызды басқасын деген сияқты. Жақсы бағалайды. Жақсы бағалайды, өте дұрыс. Енді келесі сұрақ, Дидар. Енді өзің байқап жатқандай, Дидар, қатты мыжымай жатырық.
нақты сұрақ, нақты жауап болып жатыр, себебі маңызды сұрақтар. Әрине. Енді маңызды тағы бір сұрақ, Дидар. Мысалы қара, объектіге кірген кезде, мысалы заказчикпен сөйлестің, квадратураны шығардыңдар, суммасы мынанша болды, материал мынанша кетеді, примерно айтатын болса. Кірген кезде сразу аванс сұраған дұрыс па, әлде дұрыс емес па? Мысалға енді өз тәжірибемде мен қалай істеймін, басқалар білмеймін, өзіме жауап беремін да. Мен кірдім, келістім, бірінші заготовка дейді ғой, материалын жазып беремін. Ертеңгі күні келіп уже жұмысымды бастап, жұмыс барысы жүріп жатқан кезде оны ең басында ескертемін да, что аванс болады. Не үшін аванс? Себебі страховка да, біздің тілмен айтқан кезде. Кісілер ойлайды, строительді лақтырып кетеді дейді ғой. Кім кепіл, что заказчик сені лақтырып кетпейтін. Сол үшін аванс аламын. 50%, 30% емес. Кішігірім, мысалға айтқанда 200 мың, енді өзім 200 мен бастаймын. 200 мың аванс аламын. Ертеңгісін келдім, жұмыс басталдым, аяғын қойдым, жұмыс жүріп жатыр, авансымды алдым. Қалған суммасын уже жұмыс біткеннен кейін хозяинмен бірге, хозяин келеді, метрін алады қолына, қабырғаны толығымен есептеп, есік, терезе, мысалы, істелмеген жерді минусовать етіп, квадратын шығарғаннан кейін толық расчет жасалынады. Өзім солай жасаймын. Бұрындары аванс алмай істейтін. Астанаға келіп жатырмыз ғой, үлкен қала, адамдарда әртүрлі аванс алып істеу керек екен. Страховкада. Сен өзін лақтырмайсың, сенде лицом бар, тиктокпен келді, уже сені таба алады да. Ал сен ол заказчикті таба алатынына кім кепіл? Яғни бұл жерде айтпақшы болғаным, мысалы, заказчик бетіңе айтады, мен сені танымаймын, көрмегем, мүмкін жоқ болып кетесің деген сұрақ кезде сен уже рикошетпен, яғни оған да сондай қарым-қатынас болып тұр ғой, былай айтқанда. Солай ғой, бұрындары бізден сұрайтын ғой. Не үшін аванс беремін, мен сені танымаймын, сен мені лақтырып кететін шығарсың. Иә. Сол кезде істей беретінбіз да, уже жұмыс біткеннен кейін. Енді ойланып жатырмыз ғой, заказчик бізді лақтырмайтынға кім кепіл? Кім кепіл деген, шынымен де, мысалы, бір этапты атқарып тастадың, ақша аударылмай жатыр, ақша түспей жатыр, ертең жіберем, кеш болып қалды деген. Сондай жағдай болмас үшін бірден келісу керек та. Мысалы, жұмыс бітетін кезде мен бір күн алдын сізге звондаймын. Ертең, мысалға, ертең бітіретін болсам, ертең бітіремін, сіз келіңіз, чтобы ертең бізде расчет толық болу керек. Оны да ең басында ашып алу керек қой. Басында ашып алсаң, келіскен болса, онда неге саған кешіктіріледі? Оған себеп болмау керек деп ойлаймын. Ақша түспей жатыр, ертең түседі, ол қалай? Ондай болмау керек. Адал еңбекте былайша айтады ғой, маңдай тері қатпай жатып, еңбек ақысын беру керек. Болды, түсіндім. Сол дұрыс болған. Өте керемет. Енді осының орыстар айтады, бір медальдің екінші жағы бар дейді ғой. Мысалы, шынымен шеберлер болады да, мықты мастерлер, бірақ авансты часто сұрайды. Мысалы, әлі бір этапты біткен жоқ, өткен жоқ, аванс сұрайды. Оның бір квартирасы келіп қалады, либо там кредиті келіп қалады, машинасы бұзылып қалады дегенге өзің жалпы пікірің қандай негізі? Бұндай жағдайлар болады, енді бізде де болады ғой. Өтірік сүттен ақ судан таза болмай, ондай жағдайда ескертесің да. Жұмысын жүріп жатыр, мысалы, барлығында ондай жағдайлар болады ғой. Қарым-қатынас қой, дұрыстап жеткізіп етсең, заказчик береді деп ойлаймын. Любой адам. Адамбыз ғой, барлығымыз түсінеді. Дәл өзі. Сол үшін бұл неге айтып жатқан себебім, ондай жағдай менде де болған көп. Не дейді, бәріміз енді Астанаға келгенде сразу былай жүгіріп кеткен жоқпыз. Мастер болып, былай заказ көп болған жоқ. Қиын күндер өте көп болды. Квартплата, кредит, басқасы бар, бала шағаны асырау керек. Сол кезде өзіңнен аттап өтіп, өзің келіскен сұрауға мәжбүр болатын кездер болады. Мәжбүрлік кездер болады. Мысалы, бере тұрыңызшы, мысалы, уже мен 1-2 күнде жаңағы этапты бітіп тастаймын деген кезде. Ол жерде енді беретін де кісі болады, бермейтін де кісі болады. Ол да бар. Ол жерде уже сен жұмысын жүріп бітейін деп тұрса, без проблем. Бірақ оны ренжудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бермейтіндер. Себебі ол айта салады, біз келістік қой. Болды, келісімнен уже не қыламайсың. Ол сенің обстоятельствоң уже ол жерде үшінші мәселе болып тұр да, не имеет значение болып тұр. Бірақ жеке өз алғысымды білдіргім келеді сондай заказчиктерге. Олармен қазір де араласамыз. Өте 1-2 жыл, 3 жыл өтіп кеткен. Сондай моменттерде көп выручать еткен негізі. Кешірім сөйлеп бөлейін, араласамыз деп қалдыңыз ғой. Стройкада былай да, тез бітірдім, кеттім емес. Наоборот, былай болу керек та, сол жерде істедім, кетейін деп жатсың, заказчикпен уже заказчик мастер емес, уже басқандай қарым-қатынас. Уже сенімен таныс, брат біздің тілмен айтқанда. Уже связьдамыз, біз өзіміз сөйтеміз.
Одан кейін де бізде мынандай жағдай болған, ремонтын істеп бердік, штукатурка ғой енді основасы идеальный, заказчигіміз риза, барлығы жүріп бітті, ремонты бітті, бізді қонаққа шақыр. Қарап тұрсаңыз біз кімбіз? Ешкім емеспіз. Мысалы ол жерде қарым қатынас, одан кейін де бізден звондап сұрайды, бізде опыт, тәжірибе бар. Мысалға осындай этап істеп жатырмыз, қайсысын істеген дұрыс, қайсысы қалай болады, сол жерде кеңес беріп, былайша айтқан кезде туыс сияқты болып кетесің ғой. Иә. Ол шақырады, араласасыңдар, былай айтатын болсақ. Иә. Ондай жағдайлар болған. Өте керемет. Сондықтан тез бітірдім кеттім емес, наоборот, сол кісімен байланысты әрі қарай жалғастырса өте керемет. Мынау сөзді өте жақсы айттың да. Тез бітіп, ақшасын алып кету дейтін ой именно штукатуркада емес, басқа сферада да көрдім. Штукатуркада да көрдім, соңғы объектіде сондай болып қалды бізде. Жылдам бітіріп кету. Мен просто байқадым, ол жігіттің шынымен ақшасы жетпей жатыр. И постоянно аванс сұрай бастады. Мен бере бердім. Себебі өзімде сондай ситуацияда болғам. Сол ситуация болғаным үшін мен оны түсініп, оған аванс бере бердім, шыны керек. Бірақ жұмыс өте жылдам жүріп кетті. Соның нәтижесінде көп жерлер ашығын айту керек, шала болып қалды, шыны керек. Сол жаңағы айтпақшы болған мәселе сол болды. Көп жағдайда осындай тез бітіріп кету, яғни тез асығыстықпен аяқтап кету, ол келесінде сол заказчикпен кері әсерін беруі мүмкін екен. Сондықтан асықпай, дұрыстап. Мен өзім айтамын ғой, идеально на совесть деймін ғой. Мен әкем үйреткен да, бір жерде істедім ба, на совести, чтобы сен үйге бардың, тыныш ұйықтадың. А не так, ертең анау хабарласып қала ма екен, ана қабырғам құлап қалды ма екен демей, істедім, идеально хозяинге көрсеттім, міне қабырғам осындай болып тұр деп кетсең, ұйқында тыныш, хозяинмен тікелей байланыстасың. Сенің осы идеальный деген сөзің және на совесть дейтін, өзің білесің, объектіде бетпе-бет келетін момент болады. Өте қиын жағдай болады. Және сол на совесть дейтін екеуі бірге тіреседі, былай қарайтын болса. Сол кезде не көмектеседі саған сол ситуацияны жеңіп шығып кетуге? Физически уже шаршап тұрсың. Басқа бірдеңке жетпей тұр. Совесть көмектеседі. Жауапкершілік қой. Жауапкершілікті сезіне білу керек та. Оны бізді кішкентайымыздан тәрбиелеген. Әкеме мың алғыс. Осы подкастты пайдаланып әкеме рахмет айтамын. Сол на совесть десең ұйқың тынышты. Сол басты бір айта кетерлік сол да. Керемет. Ал Дидар, келесі сұрақ енді оны қарамай-ақ сұрай берем. Негізі соңғы кезде байқаған болсаң, көп мастерлер жұмыс атқарудан бөлек сол жұмыстарын видеоға салып отыратын болған. TikTok, Instagram, мысалы бөліседі тәжірибелермен, мынандай деп. Соған қалай жалпы өзің ойың? Өз ойым былай ғой, мысалы мен TikTok'ты енді бастадым. Бұған дейін штукатурка жасап жүрдім. Сарафанное радио дейді ғой. Иә. Бір істеп кеттім, көршісі естіді, солай естіп жүрген да. Ал қазір TikTok мысалға тамаша мүмкіндік. Неге? Себебі сіз бұнда жұмысыңыз саласыз. Мысалы мен тікелей эфирде отырамын. Хозяинмен мысалға айтып кетейін, хозяинмен келістім, ескертемін, мен TikTok жүргіземін, сіздің үйіңізде жүргізсем болады ма? Мысалға сіздің үйіңізге кірдім, жағдайы қазір қалай, болғаннан кейін қалай. Және жұмыс барысын түсіремін да, мысалға заказчиктерге бір жақсы нәрсе да, мысалға үйінде отырасың, менімен келістің, үйінде отырасың, TikTok'та отырасың, прямой эфирда. Уже спокойно да көресің, жұмыс жүріп жатыр. Жақсы ғой, мысалы қазір 21-ші ғасыр ғой. Телефонмен да уже барлық жұмысын тапсырдың, кеттің, телефонмен бақылап отырасың. Сол TikTok арқылы және де ең бір жақсы нәрсе бұл жерде өз жұмысыңды көрсетесің. Мысалға алайық та, стоматологсың. Сен бір жерге жұмысқа барайын дейсің, жұмысыңды айта алмайсың да, сен өзсің, мамансың. Сен жұмыстарыңды көрсете алмайсың. Ал бұл жерде қазір қараң, стоматологсың, жұмысын салдың, видео, TikTok бәрі жүріп тұр. Сен бір жерге барайын десең, мысалға жұмысың бар ма дейді. Міне без проблем, міне аккаунтым, міне көрдім, сенде 30 мың, 40 мың, 100 мың подписчик, ойлаймын, ол кісі де қуана қарсы алады. Жақсы маман бар, және өзінің жұмысы жүреді. Оған да плюс та. Сондай жағдайда TikTok, Instagram маңызды рөл атқарады. Салу керек, ұялмау керек, жұмысыңды көрсету керек. 21-ші ғасыр ғой. Негізі келсем, енді мынандай жағдай бар. Не үшін бар деп айтып жатқаным, мен өзім комментариям көп жазады. Сендер тек видеода ғана жақсы істейсіңдер,
бірақ на самом деле косяктарын тауып беремін дейді. Көп солай ұшқалай бастайды. Мен видео түсірмеймін сендер сияқты дейді, маған жетеді клиентім дейді. Вот сондайға қалай қарайсың ойың жалпы? Видео түсіре алатын адам бар, түсіре алмайтын адам бар. Кейбір мысалға бір мастерлар бар да, енді бұрыннан істеп жүрген 20 жыл 10 жыл опыттары, видео түсірсеңші десең, ой мен түсіре алмаймын дейді. Мысалы оны өзі бір өнер деп ойлаймын. Сен ойла, заодно жұмысын істейсің, заодно клиент табасың, заодно жұмысын көрсетесің. Мысалға Астанаға келдім, ешкімді танымаймын, бірақ мен жақсы маманмын, мен жұмысымды көрсетуім керек. Мен Астанаға келдім, аштым, жұмысымды салдым, уже адамдар мені біле бастады. Қазір менде уайым болмайды, уже мен жұмысымды көрді, уже клиентім бар да, база клиент база бар, иә. База бар. Мысалға TikTokта енді барлық отырады ғой, тікелей эфир қосам, 200-100 адам минимум отырады. Ол уже аудиторияда. TikToктан мысалға TikTok жүргізіп шыққан кезде уже менде клиенттер тұрады. Осыншама квартира бар, осындай істейсіз ба, қашан болсыз. Плюс жақтары өте көп та оның. Видео түсіру керек, ұялмау керек деп ойлаймын. Керемет. Жауабын естіп деп ойлаймын, достар. Мен де сондай пікірге қосыламын. Менің ойымша, достар, жақсылап ойлануға болады. Жалпы неге олай комментарий жазып жатырмын, немесе олай сынап мінем жатырмын деген себебі, мен жалпы видео түсіре аламын ба, әлде жоқ па? Яғни өз жұмысыңызды дұрыстап айтып, сол 1 минуттың ішінде, негізі TikTok әсіресе 1 минут қой, басында TikTok. 1 минуттың ішінде сіз барлық информацияны сыйғызып жеткізе аласыз ба деген сұрақтың үстінде көбірек рөл атқаратын сияқты. Ол да бір өнер сияқты ғой. Екінің бір жүргізе беремін. Негізі баяғыда есіңде ма, OLX бар заманда, қазір де бар, но активный заманда сен OLX-қа не салатын едің суреттеріне, мысалы істеген тірліктерін. Мысалы бір обой жапсырса, обойын әдемілеп сурет қойып. Ол жерде саласын, ол жерде гарантия жоқ та, что ол сен жұмысың. Ол да бар. Может, біреудің алдын скрин жасадың, салдың. Ал бұл жерде тікелей эфир, жұмысын саласын, сен лицонда сен істеп жатқан көрінеді. Сондықтан тамаша мүмкіндік TikTok. Керемет. Достар, сондықтан құрылыспен айналыссаңыздар, не дейді, Дидарды айтып жатыр, мен де айта аламын өз жағымнан, уже 2 жыл бойы активный видео түсіріп келемін, именно стройка саласында. Басында әрине ойлар болады, кім көреді сен стройкамен айналысасың, әшейін строительсің, сен кімсің деген сияқты ойлар, өзіңіз жейді екенсіз, одан да өту керек. Бірақ адамдарға қызық, сол именно сіздің тәжірибеңіз біреуге керек болып тұрады сол моментте, білесіздер ма? Соның үшін обязательно, егер мысалға кафеліңізде мынандай бір қиындық болса, сол қиындықты көрсетіп, қалай турлауға болады, соны түсірсеңіздер, адамдар қуана жаңағы жекесіне жазса любой мастер жауап береді деп ойлаймын. Дәл өзі. Бізге де жазып жатады, қалай қойсам болады, застройщиктер берілген левкасын үстінен жазсам бола ма деп. Біз тәжірибе жүзінде бөлісеміз да, біз былай істедік, бізде былай болды. Рахметін айтып жатады, бір жағынан сауап, бір жағынан пайдалысы. Осы кезде айта кететін жайт, Дидар, басқаша қабылдайтын адамдар бар. Үшінші тайпа дейміз, бұл айтатын. Үшінші момент, жұмыстарын мақтанып жатсыңдар, керек десеңдер, мен сендердің кемшіліктерін тауып берем дейтін подписчик мастерлер бар да негізі. Енді білмеймін, оны хейт дейміз бе, әлде шынайы айтып жатыр ма ол? Соны менің ойымша соған қатысты айтатыным, достар, осы жерде нүктесін қойып кетейікші соны. Сонда комментарий жазатын, егер көріп отырған болсаңыз, жақсылап көзіме қараңыз, сіз қараңыз. Біздің мақсат бір-бірімізді кемшілікті ашу, немесе біз мықтымыз деп көрсету емес ол жерде. Біз істеп жатқан тәжірибемізді жеткізу. Қолыңыздан келсе, біз өте қуанамыз. Сізде сол істеген тірлігіңізді видеоға түсірсеңіз, біз содан бір пайда аламыз, яғни бір тәжірибеңізді аламыз. Дидар, өз ойыңды айтып кетсең соған қатысты. Тамаша нәрсе, өз ойымен бөліскен ол жақсы деп ойлаймын. Мысалы, қазір біз штукатурщик мен келдім. Бұндай подкастты бірінші рет көріп тұрмын. Көптен күткем негізі. Көресің ғой, неше түрлі подкасттар бар. TikTokта отырамыз, YouTube'да отырамыз. Мен ойланып жатқам, негізі болған ондай. Подкаст шақырса осындай неге бармасқа? Тамаша. Достар, осы айта кететін жай, Дидар ең алғаш осы подкасттың қонағы болды. Және қалай айтсақ болады? Келесі кім? Келесі кім? Кімді шақырайық келесі? Кафельщик, гипсокартонщик, ламинат, наливной пол. Өздеріңіз ойларыңызды комментарияға жазыңыздар, достар. Тағы да айта кететін жайт, осы сферада алғаш рет подкаст болғандықтан сіздердің қолдауларыңызды өте қатты күтеміз. Стройкамен айналысатын достарыңыз, туысқандарыңыз, таныстарыңыз жалпы осы видеоны WhatsApp-пен таратып жіберсеңіздер, өте үлкен қолдау болады бізге. Мүмкін келгісі келіп қалады.
мүмкін кафельчик бар шығар. мүмкін сізді шақырамыз келесі Барлығы бөлісіңіздер. бұл жерде қалай айтсақ ешкім бұл жерде қалай айтатын болсақ звезданы шақырмаймыз, ана жақтан біреу кәдімгі өзіміз сияқты қарапайым жігіттер, өзімізде солай строительдер былай айтатын болсақ. Нұрекесі өзіңіз бөлген строительдер бұрындары қалай болды, қазір қалай. Бұрындары стройка деген жаман естіледі. Стройка ол уже күрек ұстап алдың, балшықпен қара жұмыс деп есептеледі. Ол кезде сені уже ешкім уважать етпейді ғой. Тыңдамайды. Ал қазір қайда істейсің? Стройкада. Оппа, қандай жұмыс, мынандай. Брат, сен номеріңді алып қалайын, мен үй алып жатырмын. Уже интересно, уже сенің дәрежеңді көтереді. Ол деген уже қазіргі 21-ші ғасыр не көп, үй көп қой. Барлығы ремонт жасайды. Дәл өзі. Таптырмас мамандықтардың ішіне кіргізуге болады деп ойлаймын. Малярщик болсын, кафельщик болсын, өз ісінің маманы болса, жұмыс міндетті түрде табылады. Керемет. Мысалға, өзім туралы айтып кетейін. Айта, әрине. Стройкада істеймін ғой. Бірақ менде 2 жоғарғы білім бар. Высшее образование. Ал мен стройкада не істеп жүрмін? Қызық айтыңызшы. Қызық, бұл жерде, например, менде высшее образование, мен істедім. Жақсы жерде жұмыс істедім. Ол жерде зарплата 300 мың. Жұмыс уақыты күнде да 6-ға 1, 5-ке 1 болды. Таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін сол жердесің. Алатын зарплатан 300 мың. Ал бұл жерде гибкий график дейді ғой бағана. Нешеде келсенде айттым ғой, өзім білесің. Бірақ зарплата қазіргі бағана соған келіп тіреледі ғой, айлық. Бұл жерде жақсы жұмыс істесең айына миллион табуға болады. Тамаша емес. Яғни сондықтан осыдан шыға алмай жүрміз. Осыған кіріп па? Кірдік, тамаша. Негізі свободный график деген әлі өте жақсы байқап кеттің. Яғни бұл деген енді әрине еркінсіп жүрмейсің. Жауапкершілік бар. Әрине жауапкершілік. Бірақ енді көбінесе более творческий адамдар сонда көп жақындау болатын сияқты. Мысалы ретінде жаңағы свобода, жаңағы өзінің бір тірлігін жақсы атқарса. Бастықтарға бағынғысы келмейтіндер. Дәл өзі. Өте маңызды сұрақ. Мысалы қара, біз видеоға түсіргенде, TikTok басқа болсын, жақсы көрсетеміз жұмыс. Өте әдемі. Pogrešность жоқ вообще. 1-2 миллиметрге деген сұрақты қазір біз осы жерден шешуіміз керек. Мысалы қара, TikTokта, Instagramды көріп отқандар идеально істейді деген деп ойлайды негізі. Но на самом деле pogrešность бола ма негізі? Мысалы штукатуркамен айналысасың, бола ма әлде жоқ па? Мысалы енді штукатуркаға жауап беремін, бұл жерде болады. 1-2 миллиметр допустимо. Себебі балшықты, мысалы балшық қойын біздің тілмен айтқанда, балшықты алған кезде ол полигон кетеді. 2 миллиметр допустимо, сондықтан андай идеальный болса да 1 миллиметр енді өзімде болады. 1 миллиметр только 0,5. Кеп тексерсеңіздер болады. Бірден көп емес па? 1 миллиметр болады. Кеп тексеріңіздер. Қазір Дидар өте үлкен планканы өзіне алды да. Өте жақсы нәрсе негізі. Жауапкершілік алып отыр негізі. Бір деген негізі керемет көрсеткіш. 1 миллиметр ғана болса. Сен болғаннан кейін. Сондықтан енді 1-2 миллиметр допустим. Үстіне шпаклевка кетеді. Қазір шпаклевканы да өте жоғары деңгей жасайды ғой. Q4 дей ма? K4 дейді. Сонымен түзеледі деп ойлаймын. Тапсырамыз ол K4. Адлампа десе. Адлампа ойсы. Сол кезде мүлдем идеальный шығады. Керемет. 1-2 миллиметр допустимо енді идеальный болмай қойып, енді когда как болады. Сондықтан ода тұрған ештеңе жоқ. 1-2 миллиметрға сізде кухонный гарнитурыңыз қисайып қалмайды. 3-4 сантиметр қайда, 1-2 миллиметр қайда. Сондықтан оған тірелудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Жалпы стандарт қанша негізі? Допустимо қанша? Сен қаншалықты сенің былай айтатын болсақ, рұқсат бар саған немесе кішігірім ақың бар, сол қателесуге мысалы ретінде қанша ол? Бәріміз пендеміз ғой, қателік болады. Сол 2-ге дейін ғана болады деп ойлаймын мен өз басым. Одан уже көп кететін шығар. Достар, мінекей, егер арамызда штукатурщик болса, біздің подписчиктер де бар, міндетті түрде сол сферада жүрміз ғой. Сіз қалай ойлайсыз? Қаншаға дейін допустимо бар? Комментарийға күтеміз. Абай стройға кіріп, если что жазып кетсеңіз. Абай стройға өзіңнің устроиться. Дәл өзі. Ескеретін жайт, достар, Дидарға подписаться етсеңіздер болады. Өте мықты маман. Және TikTokта Абай строим групп деп аталады. Ағылшынша былай айтатын болса, оларда. Абай строй десем бірден мен шығамын. Уже аудитория болғаннан кейін ба бірден шығарып жатыр. Дидар, енді осы соңғы сұрақ деп ойлаймын. Заказчик, яғни тапсырыс беруші, қандай жағдайда немесе қашан сен уже
сыйламай бастайды, яғни сыйың қай кезде кетіп қалуы мүмкін. Мысалы заказ алдың, мысалы. Өте тамаша сұрақ. Сен кірдің, жұмысын бастадың, ол сен бірден сыйлай қояды деп ойламаймын. Как строитель боласың ғой енді сол жерде. Олардың ойынша строитель сені сыйлайды, когда сен өзің жұмысыңды әдемі атқарып, түсіндіріп, қай жерде қалай, уже ол кісіге сен жақсан, ұнасан, ол сол кезде сыйлайды деп ойлаймын. Қонаққа шақырды деп жатырмын ғой, сыйлағандықтан болар. Көмегім тиді, кеңестерім пайдалы болды, содан кейін сыйлағандықтан шақырды деп ойлаймын. Енді өз жұмысыңды жоғарғы дәрежеде көрсетсең, ол сол кезде сыйлайтын шығар. Ал как попало істеп кетсең, ол жерде не ақшанды ала алмай қаласың, не сыйлау болмайды деп ойлаймын. Сол жағы әсер етеді. Әрине енді біздің мақсат, ең басты мақсат сапалы жұмыс атқарып беру. Бізді сыйласын деп күтпейміз, бірақ сонда да приятно ғой негізі. Қонаққа шақырып алса, шай беріп алса, сыйлап. Приятно. Өте керемет. Ал Дидар, саған үлкен алғыс, келіп осылай ойыңмен, жалпы тәжірибеңмен бөліскеніңе, не дейді, тұсаукесерін ашып бергенге, былай айтатын болсақ. Өзіне де приятно болып тұр. Штукатурка жағынан. Көптен күткенбіз осындай подкастты, келіп отырмыз. Енді бірінші подкаст болғаннан кейін артық сөйлеп, кем сөйлеп жатсақ, енді кешірерсіздер. Бір айта кетейін, как реклама. Астанаға енді келдім, штукатурка бастап жатырмын. Мастермін деп айтуға болады. Астана қаласы бойынша штукатурщиктерді, мастерларды обученияға, мысалға енді өзім қасыма алғанға 2-3 жігітті іздеймін. Мысалы жоғарғы деңгейде мастер болғысы келсе, мен TikTok аккаунтыма тіркеліп, лайк басып жасаңыздар болады. Жұмыс жасауға болады. Негізі TikTokта WhatsApp номерің көрсетілген ғой? Көрсетілген, я WhatsApp номерге жасаңыздар да болады. Өте керемет. Ал достар, күтеміз сіздерден, Дидар. Достар, соңғы айтатын момент, мына жерде Эларон деп айтып кеттік. Ол жаңа бренд. Астанада уже хит болып жатыр ол материал. Енді Алматыға кіріп барып жатыр. Егер TikToктан, Instagram'да көріп жатқан болсаңыздар, көп мақтамаймыз. Просто сынап көріңіздер, сынап, былай тексеріп көріңіздер. Егер сұрақтар болып жатса, хабарласып, шақырсаңыздар да болады. Тәжірибемізді бөлісеміз. Бұл материалды жалпы мінекей Monolith Group, яғни осы компанияны алсаңыздар болады. Осы дүкенден Әл-Фараби көшесі 9/2-де Monolith Pro деп аталады, құрылысы дүкені. Сол жерден барып, осы не дейді, брендті заказ берсеңіздер болады, жалпы айтатын болсақ. Тамаша. Ал Дидар, рахмет. Оқаш, қуаныштымын. Керемет, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.